Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Қарлығаш. Бүгін біз пирожкидің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен бізге ыдысқа жылы суды құйып аламыз. 2 қасықтай тұз салып, чай қасықтай, 3 қасықтай чай қасықпен қант салып, 1 кесе сұйық майды құйып араластырып аламыз. Сосын 1 ас қасықтай дрожжымыз салып, ұн салып илей бастаймыз мөлшеріне қарай. Қамырдың осылай сұйықтау қылып илеп аламыз. Өйткені қамыр жұмсақ болып піскенде жұмсақ болып піседі. Осылай арасының қамақ қалып қалмас үшін тексеріп аламыз. Осылай илеп алдық. Өте тез иленді. Сосын картошка пюре жасауға картошкамыз таңдап алдық. Піскен соң мен пияз қостым. Сіздер де қоссаңыздар болады, өте дәмді болады. Сосын қамырымды бөлікке бөліп дайындап алдым осылай. Ішіне салмасын салып түйе бастадым. Кәдімгі манты түйгенде түйіп алдым мен. Сонда өте әдемі көрінеді пирожкиларымыз. Сіздер де менің рецепттеріммен жасасаңыздар, өте тез, өте қарапайым рецептпен жұмсақ пирожкилар пісіп шығады. Балалар таласып жейтін болады. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Менің каналымда өте көп рецепттер бар. Алып жасап көрсеңіздер болады.